Өгей қыз. Ерте заманда теңіз жағалауында үлкен патшалық жайлаған екен. Оның байлығы жайындағы қауесет бүкіл әлемге тарапты. Патшалықтағы бар адамдар бақытты өмір сүріпті. Тек жалғыз патша ғана қайғы-қасіреттен көз ашпапты. Оның барлық ұлдары туа салысымен өле берген екен. Патша әбден қартаяды, бірақ мұрагері болмапты. Бір күні патшайым ұл тауып, патша шексіз қуанышқа бөленеді. Шыны керек, бұл қуанышы ұзаққа созылмайды. Тағы да уайымға салынады. Жалғыз ұлымды қалай аман алып қалсам екен, деп көкірегі қарс айрылып, патша одан сайын уайымға салына береді. Тіл көзінен аман сақтап қалу үшін патша ұлының атын жасырып, ер жетіп есейгенше айтпауға бекінеді. Баламның атын тек нағашысы мен өзім ғана білетін болайын дейді. Зымыраған уақыт зулап өтіп жатады. Бала ер жетіп, келбетті де жігерлі жігіт болып өседі. Сөйтіп, патша ұлының есімін таба білген қызға үйлендірмекші болып ұйғарады. Патша ұлына лайықтау деген есімді оны қолдаушы періштенің өзі айтсын. Қыздарын патша ұлына ұзатуды көп адам арман етеді. Әкелер қыздарына арнап ең әдемі киімдерді сатып алса, шешелері қыздарының жанынан шықпай шаштарын өріп бәйек болады. Дәулетті дегендері ең сенімді сиқыршыларға барып жазыла бастайды. Қыздар өлшеусіз мол сый-сияпатпен патшаның сарайына қарай шеру тартады. Патшаның жарлығы Акоси-Иуа деген қыз тұратын ауылға да жетеді. Ол анасы ерте қайтыс болып жетім өседі. Ал әкесі балық аулап жүріп суға кетіп өледі. Сөйтіп, Акоси-Иуа өгей шешесінің қолында бой жетеді. Өгей шеше үш қыздың ішіндегі ең сұлуы болғаны үшін Акоси-Иуаны жек көреді. Өңірде бұл қыздың сұлулығына тең келетін қыз болмайды. Ал өгей шеше қыздарының біреуін патша ұлына күйеуге беруді арман етеді. Ол қыздарына көзіне көрінген ең әдемі нәрселердің бәрін сатып алып, сарайға баруға жинала бастайды. Сонда өгей шеше тұрып, жүгермен тарыны жина, үйдің ішін, қораны сыпыр, бәрін жуып тазала, содан соң қайда барсаң онда бар, сарайға барып жұртқа күлкі болам десең де өз еркің, дейді өгей қызына. Амалы құрылған Акоси-Иуа қатты күрсінеді. Үлде мен бүлдеге оранған Абра, Яуа мен Ама үшеуі жол жүруге дайындалып жатқанын көреді де, олардың қасына келіп, аяулы әпкелерім, мен сарайға баратын жолды білмеймін, маған жәрдемдесіңдер. Жол айрыққа жеткенде сарайға баратын жолға жасыл акация бұталарын, ал қара орманға баратын жолға пальманың қурағын, ағашын тастап кетіңдер, дейді қыз. Әпкелері оның өтінішін екі етпей орындауға уәде береді. Бірақ жол айрығына жеткен кезде жетім қызды анасынан да бетер жек көретін үш қыздың ең жексұрыны: ол тәкаппар немеге не үшін көмектесуіміз керек? Дүниеде өзінен өткен сұлу жоқ секілді кегжеңдеуін жасыл шыбықты қара орманға апаратын жолға тастап адастырайық. Несіне қорқамыз? Егер ол қара орманнан аман есен тірі шықса, жаңылысып кетіппіз дейміз. Бәрібір ол ойын дұрыстап жеткізе алмайды депті. Апалы сіңлі үш қыз солай істейді. Ал бейшара Акоси-Иуа тыным алмастан жұмысын істей береді. Өгей шеше бұйырғандардың бәрін атқарып болған соң, ол жүгеріден жуқа нан пісіріп, патшаға апармақшы болады. Акоси-Иуа жүгері дәнін жақсылап үгіп, оның ұнынан дәмді жуқа нан пісіріп, оны сол қалпында банан жапырағына орап, өзінің ескі ыдысына салады. Қыз жұпыны киімін киініп, жолға шығады.
Жол айрығына жете бергенде дауыл соғып, құйын көтеріледі де акацияның гүл жарған шыбығын сарайға апаратын жолға түсіреді. Акосио сол жолмен одан әрі жүре береді. Келе жатса, қарсы алдынан сүмірейген шалды көреді. Ол қызды көріп, «Қызым, жейтін бірдеңе табыла ма? Әлім құрып барады», дейді. Жолда апалы-сіңілі қыздар да шалға кездеседі, бірақ олар ештеме берместен шалды одан әрі сөгіп, өз жөндерімен кете барады. Ал өгей қыз мейірбанды болады. Сосын қыз жүгеріден пісірген жұқа нанның патшаға керегі қанша? Оның онсыз да дәмді тағамдары жетеді. Егер нанымды бермесем, мына шал өліп қалады-ау, деп ойлайды да Акосио жылы шыраймен «Атай, менің барым осы, жеңіз ас болсын», деп күлімсірей қолындағы нанын шалға ұсынады. Шал нанды жеп қызға бар алғысын айтып, содан соң «Қызым, жақсылығыңа жақсылық ретінде патша ұлының атын айтайын. Оның аты жөні Кетоугло күшті», дейді шал. Акосио «Ата, дүниеде ешкім білмейтінді сіз қайдан білесіз?» деп қайран қалады. Солай деуі мұң екен, шал көзден ғайып болады. Сол кезде Акосио патша ұлының жіберушісінің өзімен кездескенін түсінеді. Жүрегі лүпілдей соққан Акосио сарайға жеткенше тоқтамастан жүре береді. Сарай алдындағы алаңда ығы-жығы адамдарды көреді. Бірінен бірі өткен сұлу қыздар патша ұлының нағашы ағасына кезекпен келіп, патша ұлының есімін атап жатады. Ал оның қасында музыкант даңғырлатып, дабылдатып, қыздардың өз бәсекелестерінің айтқандарын естуіне мүмкіндік бермейді. Сұлулар неше түрлі есімдерді айтты, бірақ барлығы зая кетті. Сөйтіп патша ұлының құпия есімін ешқайсысы да таба алмайды. Кезек Акосиоға жетеді. Сол сәтте сұлулардың бірі оған сұқтана қарап, «Түрің құрғыр сорлы-ай, патша ұлының шын есімін атауға сен де үміттеніп тұрсың ба? Оның есімін қамқоршысы байдың қыздары бізге де айтқан жоқ», дейді. Байғұс өгей қыздың сұмырай әпкелері «Мына сұмырайдың көзін жоғалтыңдар, бізбен бірге жүрмесін, қарай гөр бізді масқаралауын», деп байбалам салады. Бірақ патша ұлы қызға жақында дегендей ишарат білдіреді. «Оқасы жоқ, менің жиенімнің шын есімін сен де атап көр», дейді нағашысы. Арамза пенделерден қорғау үшін патша ұлын Кетоугло күшті атаған деп жауап береді Акосио. Сонда нағашы ағасы «Қорғаушы адамның таңдағаны осы, патша ұлының сүйікті жары осы болады», деп шаттана жар салыпты. Сөйтіп, кедейліктің зардабын тартқан қыз патшаның ұлына тұрмысқа шығып, бақытына жетіп, ал өгей шешесінің қыздары сөнпиіп үйлеріне қайтып